1920 жылдың тамыз айының 25 күні Мәскеуде, Кремльде Лениннің алдында баяндама жасаған 29 жастағы қазақ жігіті Әлімхан Ермеков еді. Сондай өте тұшымды, тартымды, аса білімді баяндамаға Ленин риза болып, Қазақ автономия республикасын құрып, шекарамызды бекіткен. Бастап алып барған Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан еді. Сол оқиға міне биыл 100 жыл толды, 2020 жыл есептегенде. Сондықтан соған біз құр қарап қалмайық деп, сол бабаларымызға, арыстарымызға қолдан келген кішкене біріміз қалдай ескергіш үлесіміз болсын деп, мен Әлихан мен Әлімхан деген ән толғау жаздым. Сөзін сонау Ақтөбеде тұратын құрдасым, ақын, Қарақалпақстан жазушылар одағының, Өзбекстан жазушылар одағының, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, 3 ұлттың тілінде еркін сөйлеп кітап жазатын үлкен шайыр Базарбай Иман. Әлихан мен Әлімхан, Ерболжан, осы да сенің мына үлкен халқыңа деген еңбегіңе менің қосқан рухани үлесім болсын. Ақбілектің күшімен, көк найзаның ұшымен, жерін жаудан қорғаған бабалар жолын түсінем. Кеңес билігі құрылды, заманның жолы бұрылды. Қазақтың жерін талқандап, отаршылдар ұрынды. Байтақ жерге таласты, Алла қолдап алашты. Ұшқыр ойлы білімді арыстарға жол ашты. Көк найзаны тастайық, семсертілмен бастайық. Бойға жиып ғылымды тұру керек қасқайып. Арыстарым жиылды, артық сөзден тыйылды. Орынбор, Семей, Түркістан әр жерден құрып ұйымды. Арыстары алаштың туғанда елге талас күн. Әлихан, Ахмет, Міржақып парасатпенен санасты. Саналы жастар білікті, көзге түсіп ілікті. Партия құрып алаш деп ниеттері бірікті. Жеті тілді меңгерген боламын деп сендермен. Әбе ұлы Әлімхан алаштың жолын жон көрген. Әлихан бірден ұнатты, өткерді көп сынақты. Қазақтың мекен жайлауын үйретті, барлық қаратты. 29 жасында Әлихандар қасында, найзағайдай от шашқан Жанартаудың басында. Матап сөзбен жалпыны, дес бермеген қарқыны, пролетариат көсемін жалым болып шарпады. Қазақтың жерін нақтады, Ленин кінәрат таппады. Шекарасын қазақтың тайсалмай тұрып жақтады. Шекара түгел нақталды, Әлихан ойы ақталды. Қазақтың жұрты ел болып мәңгілікке сақталды. Сара жоры салынған, 100 жылда тілге алынған. Арыстары алаштың Әлихан мен Әлімхан. Әлихан салған жолменен Әлімхан тура жол деген. Ұрпақтары алаштың болашаққа өрлеген. 37-нің тоқпағы 18 жылға соттады. Ақталғасын Әлімхан ғылым жолға тоқтады. Еңбегі көп дарытқан, еленбей аты қамыққан. Алғаш рет әлемге Сәтбаевты танытқан. Алаштың көк жиегінде, көрегендік тегінде, Әлихан мен Әлімхан қазақтың тұрсын төрінде.